Баршаға сәлем, бұл Миратрикс. Мұнда біз кино талқылаймыз. Кішкентай кезімде бір кассетаға тап болдым. Актерлер құрамы ерекше, фильмнің өзі ең танымал супер қаһарман туралы, алайда маған дым ұнамады. Ол кезде кішкентай болсам да, болмайтын бір нәрсе көргенімді түсіндім. Соны талқыламақ ойым бар. Бүгінгі видео Бэтмен және Робинге тиесілі. Кинематография тарихында кейбір фильмдер бастапқыда культтік немесе кассалық хит болуға уәде берсе де, үлкен сәтсіздікке ұшыраған оқиғалар өте көп. Осындай айқын және кең тапқыланған жобалардың бірі 1997 жылы шыққан Бэтмен және Робин. Жарғанат адам кейіпкер жайлы франшизаның 4-ші бөлімі бұл киноның сәтсіздігі көрнекті мысал. Қалай өнер көркемдік түсініксіздігі, клишелердің артықшылығы және материалды қазіргі аудиторияға сай бейімдей алмау үлкен брендті де құлата алатынын көрсетеді. Контекстке кірсейік. 90-шы жылдардың ортасында супер қаһарман киносы қатты салмақты әрі шынайы деп қабылданбайтын еді. Ол кезде Marvel жоқ атымен. 1989 жылы басталған Бэтмен франшизасы режиссерлері Тим Бертон және Джоэл Шумахер коммерциялық табыс әкелгенімен 4-ші бөлімге келгенде көрермендер жаңа тың әрі ересек кино күтті. Өкінішке орай Бэтмен және Робин кері бағытта кетті. Жобаның бас режиссері Джоэл Шумахер болды. Ол Тим Бертонды алмастырып, көңілді, жеңіл әрі мультфильмдік стильге мән берді. Өйткені Тим Бертон 2-ші Бэтменде кішкене құтырып кеткені бар, және соның орнына Джоэл Шумахер келді. 3-ші бөлімге жақсы ақша жинады, және 4-ші бөлімде одан да көп мультфильм қоспақшы болды. Сонымен құртып алды негізі. Спойлер болсын кішкентай. Бұл таңдау фильмнің тақырыбына, түстерге, диалогтарға айтарлықтай әсер етті. Мұндай тон көрермендер арасында жағымсыз реакция туғызды. Содан басталды негізі бәрі. Фильмнің кастына ерекше тоқталғым келеді. 90-шы жылдары осынша супер жұлдызды бір экранында көру орындалмас арман еді. Джордж Клуни, ол кезде Ди Каприоның басты қарсыласы Крис О'Доннелл, Алисия Сильверстон, Ума Турман, Арнольд Шварценеггер. Қазіргі уақытта мұндай кастты Нолан ғана жинай алатын шығар. Ол кезде Шумахердің қолынан келді. Каст жинау қолынан келді, кино жасау қолынан келмеді. Сюжет пен кейіпкерлер. Бэтмен және Робин фильмінде бірнеше зұлым кейіпкер бар. Негізі екеу, Мистер Фриз, Арнольд Шварценеггер ойнайтын, және Улы Плющ, Ума Турман. Бірнеше желінің болуы фильмді бір тұтас назардан айырып тастады негізі. Сюжет қарапайым әрі болжамды. Жақсы мен жаманның күресі, бірақ артық клишелермен толтырылған. Бұл киноны көрген адам үнемі әзіл және жеңіл драматургияны ғана көреді. Басқа еш нәрсе жоқ бұл фильмде. Фильмнің жалпы көрерменге беретіні азды. Бэтменнің рөлін Джордж Клуни сомдағанымен ол ерекше есте қалмайды. Робин, Крис О'Доннелл түскен, көбінесе комедиялық кейіпкерге ұқсайды. Зұлым кейіпкерлер мүлде карикатуралық. Арнольд Шварценеггердің үнді бір акценті бар ма, сондай бір нәрсе, ол оригиналда әрине. Ол кезде оригиналдың үстінен мынандай дауыспен орыс дубляжы болатын, және сол үнді акцентін естисін бір түрлі екен. Ума Турманның артық сексуалдығы бар. Оны ол кезде енді кішкентай кезімізде ұнайтын еді. Қазір қарасаң бір қанша ақша беру керек осындай костюммен адамдар киноға түсу үшін деген сұрақтар туындайды. Стиль және режиссураға да тоқталайық. Джоэл Шумахер өз фильмдерінде жарқын әрі кейде шектен шығатын стильді дүниелерді жақсы көреді. Бэтмен және Робин фильмінде бұл толық көрініс тапты. Қараңғы готикалық қала орнынан неон түстер, жарқыраған киімдер және көп компьютерлік эффекттер болды. Фильмнің атмосферасы емес, мультфильмнің атмосферасы болып кетті. Сахналары күштірек сезілді мультфильмдегідей. Неон шамдар, пластик тәрізді киімдер, сән салтанатты декорациялар фильмді арзан әрі көңілсіз қылды. Бір кішкене андай ойын алаңында жүргендей оласын, кино қарап атқандай емес. Бұл Бэтмен және Робинді өзін-өзі мазаққа айналдырған пародияға ұқсатып жіберді. Түсінесіңдер ме? Фильмнің тағы неге сәтсіз болғаны? Біріншіден, аудитория мен жанрды түсінбеу. Бэтменнің фанаттары қараңғы әрі күрделі оқиғалар күтті. Тим Бертон мен Фрэнк Миллер стилін ұнатты. Және Джоэл Шумахер келді, оның бәрін құртып жіберді. Оларға жеңіл әрі балаға арналған кино ұнамады. Екіншіден, нашар сценарий мен диалогтар. Сценарий өте қарапайым, жоғарыда айтып кеткендей, клишелерге толы,
кинодағы әзілдер орынды емес, диалогтар күлкілі және қарапайым, сюжет түсініксіз әрі кейіпкерлердің мотивациясы әлсіз. Актерлік құрамның ойнауы да кішкене әсер еткенінде шығар. Таныс актерлер болса да ойындары артық немесе салмақсыз болды. Джордж Клуни өз рөлін сынға алды. Ума Турман мен Арнольд Шварценеггер шоу қатысушыларына ұқсап кетті. Жалпы площадкада қандай атмосфера болғанын білгім келеді, өйткені кішкене актерлерге қарап тұрсаң, өте бір мықты актерлер ғой. Талай кейіпкерлерді ойнаған, аты шыққан деген сияқты. Солар бәрі жиналып алып, площадкадағы болып жатқан затты көрген кезде, мейлі контракт бар ғой деп түсе салған сияқты да. Бұл да соңы емес. Визуалдық шешімдер мен спецэффекттерді өз әсерін қосты. Неон түстері, жаңа жоғарыда айтып кеткендей, CGI-дың көптігі фильмді жасанды етіп тастады. Қарайсың да сенбейсің, бір кішкене ойын қарап жатқандай боласың да. Бәрі бір жиналып алып, бір декорацияда ойнап жүрген сияқты. Ал Бэтменнің тұратын жері ол готикалық қала, ол Тим Бёртон салған өте күшті стиль. Бәрі қараңғы, бәрі шынайы, андай нео-нуар сияқты да. Ал бұл жерде мультик болып кетті бәрі. Сонысымен көрерменге қайттан ұнаған жоқ. Сонымен қатар режиссердің көркемдік көрінісінің болмауы Шумахер фильмді заманауи етуге тырысты. Бірақ актерлік, стиль және сюжет арасында тепе-теңдік таба алмады. Нәтижесінде фильм тонаған және мағынасыз көрінді. Яғни осылайша киноның сәтсіздігінің рецептін құруға болады. Барлық қиындықтар бір-бірін күшейтті. Нашар сценарий, актерлік ойынның нашарлығын күшейтті, стиль фильмдегі күлкілі сюжетті айқындады. Эмоция мен сюжеттің болмауы Бэтмен және Робинді көміп тастады деуге болады. Кәдімгі кино емес, әшейін шоу болып кетті. Содан Бэтмен және Робиннің сәтсіздігі франшизаның болашағына қауіп төндірді. Warner Brothers келесі бөлімді шығару жоспарын тоқтатты және 2005 жылға дейін Бэтмен туралы фильм шықпады. 2005 жылы білетінде шығарсыздар, Кристофер Нолан өзінің трилогиясын басынан бастады және франшизаны құтқарып қалды десек те болады, және бірақ бұл басқа франшиза негізі. Фильм сонымен қатар танымал кейіпкерлермен қалай жұмыс істеуге болмайтынын көрсетті. Тек трендтер мен визуалды эффектілерге сүйену сапалы сценарий мен режиссураның орнын баса алмайтынын дәлелдеді. Айтпақшы, 1-2 жыл бұрын шыққан Флэш фильмінің соңында Бэтмен кейпінде Клунидің түсуі осы прокаттан құлаған фильмге сілтеме. Флэште прокаттан түсірілгенін еске алсақ, Клуниді супер қаһармандық киноға шақырудың қажеті жоқ-ау деген ой түйіндейді. Қорытынды. Бэтмен және Робин бұл танымал жобаның сәтсіздікке ұшырауының айқын мысалы. Түсініксіз аудитория, нашар сценарий және қате стильдің үйлесімі фильмді сынға ұшыратты. Жұлдызды актерлік құрам мен бюджет болса да, фильм сыншылар мен көрермендердің көңілінен шықпады. Дегенмен, өз ерекше костюмдері мен мемдері арқылы Бэтмен және Робин массалық мәдениетте өз орнын тапты, сәтсіздік ретінде болса да. Бұл мысал көрсеткендей, ең табысты франшизаларда жаңа көзқарас пен түпнұсқа материалға құрметпен қарауды қажет етеді. Негізі, бұл фильмді қазір қарасаңыздар, кәдімгі 90-шы жылдары түсірілген супергеройка болып көрінеді, бірақ жаңағы сол Тим Бёртон бастаған Бэтмен франшизасының 4 бөлімін бірге көрсеңіздер, сол кезде түсінесіздер, 4-ші бөлім кішкене қате болған. Бірақ өзінің қазір 30 жыл өткеннен кейін өзінің бір сүйкімділігі де бар. Қарап тұрсаң. Басқа менің айтарым жоқ. Келесі көріскенше жақсы кино көріңіздер.